Егер өт қоюланып қалса, тас, шлак, ауру пайда болады. Өт пен буынның байланысы. Буын ауруларының себебі тек артық салмақтан емес. Өт қою болса, майлар мен дәрумендер дұрыс қорытылмайды. Ал май қышқылдары буын сұйықтығының негізгі бөлігі, сондықтан өт дұрыс жұмыс істемесе, буын сұйықтығы азаяды. Сықырлау, ауырсыну пайда болады. Яғни, буынды емдегіңіз келсе, алдымен өтке назар аударыңыз. Өтті жақсарту жолдары. Ұйқыдан тұрған соң, аш қарынға 1-2 стакан жылы су ішіңіз. Бұл қарапайым тәсіл өттің ағуына көмектеседі. Жеңіл жаттығулар, еңкею, бұрылу өт ағысын табиғи түрде жақсартады. Дәрігердің кеңесімен арнайы препараттар қолдануға болады. Соның ішінде урсодизоксихол қышқылы мысалы урсосан, оның құрамында урсодизоксихоливая қышқылы бар. Бұл біздің ағзада табиғи түрде кездесетін пайдалы зат. Урсосан өт